Батыс Қазақстан облысында ұлттық ат спорты түрлерінен жастар арасындағы ел чемпионаты басталды. 5 күн бойы өтетін сайыс барысында еліміздің әр түкпірінен жиналған шабандоздар көкпар, жамбы ату, теңге ілу сияқты қазақтың ұлттық ат спорты түрлерінен сынға түседі. Алғашқы күнгі жарыстың көрігін қыздырған көкпар сайысын сол өңірдегі тілшіміз Талғат Серікқалиұлы тамашалап қайтты. Көкпар ептілердің, білектілердің һәм жүректілердің сайысы Оралда өтіп жатқан жастар арасындағы көкпар додасына барлығы 9 команда қатысуда. Олар міне 36 градустық ыстылықты елемей, бүгін үздіктердің үздігі болуға бар күш-жігерін жұмсауға даяр тұр. Міне, таяқ жерге тасталды, аламан дода басталды. Алақұйын шаңды аспанға көтерген аттардың тұяғының дүбірінен көкпаршыларды қолдап, айғайлаған дауыстан құлақ тұнар сәттер. Бастысы тақымы берік тас түлек жігіттердің төленердің туын биікке көтерудегі талпынысы қуантты бізді. Бұл көкпар деген енді ата-бабамыздан келатқан мұра ғой, мирас қор. Сол көкпар ата-бабамыздың қанда бар да бізде. Нағыз жігіттер шабатын, содан кейін жақсы көреді. Аттың үстінде, атта үстінде шапқан өзінде барлық буын дене, буынның бәрі қимылдайды. Бәрі фитнес клуб неге барып отыр ғой. Одан көкпарға барса, көкпар денесі бәрі шығып, нағыз ер азамат болады. Бойы да өседі, денсаулыққа пайдалы да бір жақсы. Пампу артын бақала, артын. Көкпаршы жігіттердің жас шамасы негізінен 20-ның ожақ-бұжағында. Осысында айрықша көзге түскен спортшылар болашақта ересектер арасында өтетін байрақты бәсекелерде ел намысын қорғайтын болады. Олар мінекей Алматы облысы, Ақтөбе облысы, Ақмола облысы, Атырау облысы, Маңғыстау облысы, Батыс Қазақстан облысы, Қызылорда облысы, Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарынан өзіміздің болжам бойынша Оңтүстік Қазақстан облысы және Жамбыл облысы командалары сондай бір жақсы жүлделі орынға таласады деп ойлаймыз. Батыс Қазақстан облысына келетін болсақ, бұл жерде мінекей спорт мектебі құрылып 2000 жылдан бері қарай өзінің жұмысын жасап келе жатыр. 5 күнге созылатын жарыс барысында еліміздің әр түкпірінен жиылған шабандоздар сондай-ақ теңге ілу, аударыспақ және жамбы ату секілді қазақтың ұлттық ат спорты түрлерінен шеберлік байқасады. Жарыс нәтижелері алдағы күндерде арнамыздың назарында болады. Талғат Серікқалиұлы, Руслан Ғазизов, Қанат Махмутов, Батыс Қазақстан облысы, 24 KZ.